Туумаганда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумаганда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туумаганда нетерем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туумаганда нетерем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазы қарта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашы көтерем. Қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жанымен қуанса екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ, бір қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ.
ескердіңіз, жақсылар жолын жалғап өскен olмас. Бүгінгі жақсылыққа үлес қосып, ұмтылып біріңізде көшкендіңіз. Игі істің басына жақсы келер, мәртебелі ақ дастархан төріне қош келдіңіздер, қадірлі мырза ханымдар. Қатыгездік адамды өгейлендіреді, сараңдық адамды кедейлендіреді. Осындай қуаныш, мереке адамды мерейлендіреді деп, мерейіміз тасып, көңіліміз асып, қарапайым күнді ұлыстың ұлы күніне айналдырып, Ақтенің қарын жанбасатты Аққошқардың басы кетіп жатқан бүгінгі бас қосып мереке құтты болсын деп, өздеріңізді қарсы алып, жақсылыққа жол салып отырмыз. Қосып отыр деп білеміз. Енді бүгін жақсыдан тәрім алып, тәрбие алып, қазақ елінің дамуына үлкен үлес қосып отырған қазақтың бас көтерер игі жақсылар жиналып отыр деп білеміз. Ешқашан еңбек етуден бұқпағандар, өзгенің тауын ешқашан жықпағандар, жақсыдан тек жақсы бір тәлім алып, табыстың көзін ғана құптағандар, бизнес бастау мектебі қош келдіңіздер. Бүгін жиналды тек қана желі шықпағандар деп отырмыз. Енді сақау баланың тілін шешесі түсінеді деп өздеріңіз күнделікті қолданып жүрген бір-екі ауыз әңгімеден араластырып отырайық деп бастап жатырмыз. Енді өзі адам үш нәрселер қателеспеу керек екенін білесіздер. Ең бірінші үй салғанда, екіншісі мамандық таңдауда, үшінші жар таңдауда. Енді сол таңдаған мамандықты әрмен қарап алшаң басып, өзі Алланың өзі еңбектенген адамға береке беретінін біліп, сол білімді дамытып отырған сіздердің бүгінгі мінеге қорытынды кең дастархандарыңыз құтты болсын деп бастайық. Ал енді бүгінгі мерекеде жайылған дастарханда бір-бір ауыз бір-бірімізге тілегімізді айтып, ақ жол, бақ жол тілеп, жинаған тәжірибемізбен бөлісіп, осындай қуанышты есте қалады деп өткізсек деп отырмыз. Өткен күннің бәрі өмір емес, есте қалған күндер ғана өмір дейді қазақ. Бүгін мәңгілік есте қалатын, сағынып еске алатын бір жақсы керемет кеш болсын деп қолдау көрсетіп отырайық. Енді мылжыңнан былғау жақсы деп көпке созбай-ақ қояйын. Ақ тілектің, ниеттің алғашқы бетпердесін ашып, тілектен, ниеттен шашу шашып, бүгінгі қуанышымызға қуаныш қосатын мәртебелі жандарды кезегіменен, өзегіменен сөзге шақыру біздің бүгінгі борышымыз. Енді әрине басшыға бағынған құл болмай, тәртіпке бағынбаған ел болмайды деп Бауыржан бабамыз айтқандай, осынша жұртқа көшбасшы болып жүрген жандарды көтеріңкі көңіл күймен алғашқы тілекке ниетке үлкен сыймен шақырсам деп отырмын. Ортамызда бизнес бастау мектебінің Шымкенттегі өкілі Әлия ханымды қасындағы қадірлі жетекшілерімен Ләйла Жансая, Жанар Ақбота ханымдар, Шах Ислам мырзаны қоса шақырамыз қанеке. Бәрекелді. Енді осындай мәртебелі мансапты үлкен абыроймен атқарып жүрген Әлия ханымға алғысымыз бір қос қолдың қошеметі болсын. Алғашқы сөз сізде. Келдік, рахмет, үлкен шақырып осындай дастархан басында төр беріп отырғандарыңызға. Бір басшы деп сонша қолпаштап отыр. Негізі бір басшы емеспін, бір жаңағыдай өзімді олай да сезінбеймін. Негізінде бір жол көрсетуші дейсек те болады. Жаңағыдай бізде түсінік қалыптасып кеткен ғой, ол бір компания басқарады, ондай ниетімізге жете берейік, бірақ барлығы бірдей деңгейде барлығы. Рахмет, осындай 2 ай бойы осындай бизнес бастау мектебіне бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Бір кемеге отырдық деп ойлаңыздар өздеріңізді, Сапалы Қазақ кемесіне отырдыңыздар. Енді өмірлеріңіздің соңына дейін осы жерде бірге болайық сіздермен. Сапалы Қазақ білесіздер, қалай кәсіпкер екен, қалай туысқандарыңызбен жаңағы отбасыда қандай адам болу керек екен, денсаулықтарды қалай күту керек екен, барлығын дерлік біздің мектепте соның барлығын қамтыған. Сіздермен бірге, сіздер бізбен 2 ай бойы бірге болғандарыңызға өте қуаныштымыз. Денсаулық
денсаулықтарыңыз мықты болсын, тек қана бай қуатты болыңыздар, тек биіктерден көрейік. Біздің осы бизнес бастауды бітіріп кеткен студенттеріміз еді ғой деп, сіздерді биік белестерден көріп отырайық. Осы Қазақстанға, елімізге, елімнен мен не алам емес, еліме мен не беремін деген мақсатпен, ұстаныммен жүрейік. Біз талап етуді емес, ең алдымен өзімізге талап қоюды үйренейік. Жаңағы тек қана позитив ойлап, тек қана жақсы жерде жүретін болсақ, өміріміз өте керемет, өміріміз өте ұзақ болады деп ойлаймын. Сол біздің сапалы қазақтан ешқашан ажырамаңыздар. Енді жетекшілер бастап бір өлең оқысын, ары қарай енді барлықтарыңыздан күтеміз. Ал енді мен ақлайтам таңданба, қорлық үшін келген жоқсың мұны өмірге жалғанға. Мұны өмірде бойында ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да, болады деп арманда. Ал енді мен ақлайтам таңданба, әзіріңе әулекі боп алданба, шығатұғын күндерге де ататұғын таңдарға, үмітпенен қарағайсың, жүрегіңде жан барда, өтер кетер дейміз ғой біз мұңайып, дейміз дағы жамаймыз кеп бір айыпқа бір айып. Отандастар ойлайықшы ойымызға лайық, құласақ та тек биіктен құсқа барып құлайық. Бықсып жанған қоламды емес, артымызда шоқ қалсын, болашақтың ойнағында біз тұтатқан от жансын. Ең бірінші барлықтарыңызға рахмет айтамын. Осылай жетекші деп құрметтеп шақырып араларыңызға өте қуаныштымыз. Сіздердің арқаларыңызда сіздерге үйрете жүріп өзіміз үйренеміз қанша нәрсені. Сіздерге көп рахмет ең бірінші айтатыным. Екіншіден өте қатты бір қуанатыным, біздің кезімізде мен өзім 20 ағымда оқығанмын, өте бизнес бастауда бізде Шымкентте адам аз болатын, 40 адам, 30 адам, бірақ қазір күннен күнге саны көбейіп жатыр, яғни сапалы қазақтардың саны көбейіп жатыр. Қазір 100-ден асады. Осындай бір адам болса да, бір ай болсын, бір сағат болсын, бір апта болсын, оянып, шамалы болсын, санасына бір нәрсе барып, осы ортаға келіп, және ол оянғанды ары қарай дамытып, ары қарай дамуға келіп, бірге осы жерге бірге дамуға келгендеріңізге өте қатты қуаныштымын. Және тағы да бір айтатын нәрсем, бізбен ажырамаңыздар ешқашанда. Біз енді осылай өткенде жиналыс болды, мына жердегі ағалар, әпкелер барлығы келді. Өте керемет команданы құрып жатырмыз. Строго қатаң тәртіп ол жерде, бірақ соның арқасында өте жылдам. Мақсаттың айқын болса орындалады дейді ғой. Сондай айқын мақсаттар және орындалған армандар болады. Сол үшін ажырамаңыздар, бұдан кейін де келіңіздер. Мына жерде енді 2 ай уақыт өткеннен кейін қимастық сезім болып жатқан шығар иә барлықтарыңызда. Қимай, 2 айларыңыз көз ашып жұмғанша, негізі өте тым аз уақыт 2 ай деген себебі бұл білімдерді берілуге 2 айдың өзі өте жетпейді. Әр 8 құралдың бір-біреуінің өзін біз әлі күнге дейін зерттеп түбіне жете алмай келе жатырмыз. Бүгін бір нәрсесін білдік десек, ертең тағы бір нәрсесі шығып тұрады. Бұл не нәрсе деп тағы ары қарай көре береміз. Бір нәрсесінің өзіне 1 жыл, бір құралдың өзіне 1 жыл, 2 жыл уақыт шынымен тереңінен зерттеп, шынымен сол нәрсе арқылы кәсіп жасағыларыңыз келсе, ары қарай бізбен бірге болыңыздар. Дегім келеді сіздерге ең бірінші. Сіздерге орындалған арман тілеймін. Жаңағыдай айқын мақсат, орындалған арман тілеймін. Барлық армандарыңыз, 100 мақсат, арман мақсаттарыңызды жазған шығарсыздар, соның барлығы 100% орындалсын деп тілеймін. Өздеріңіздің ойлағандарыңыздан да керемет болсын барлығы. Бар тілегім сол, енді бүгін жаңа жолда келе жатып, қайталап жаттап келген Мұхағали Мақатаевтың «Шыда» деген өлеңін. Соны айтып Бізде бірге айтып отырайық та бәріміз. Шыдай түс, шыда тағы. Шыдамдыны мұны өмір ұнатады. Үміттің құлатаңы әйтеуір бір атады. Өкінбе, өкпелеме бүгініңе, өмір болмайды түңілуге. Мәңгі сені жазбаған сүрінуге, қайта тұрып қақың бар жүгіруге. Түсінемін жаныңның ауырғанын, шыдадың ғой, шыдай түс, дамылдағын, йогтардың тәсілін қабылдағын, басқасына басы бағын. Шыдай түс, тағы шыда, тау құлатқан тасқынның ағысына, кір жуытпай кіршіксіз намысына, қарысуға болады алысуға. Тағы да бір нәрсе айтқым келеді, негізінде барлықтарымыз
жасаймын, ақша табамын деп келдіңіздер ғой негізінде. Бірақ ең басты нәрсе ол ақша, бизнес, ол барлықтарыңыздан 100% қолдарыңыздан келетініне мен сенімдімін. Ең басты нәрсе ол емес екеніне мен көзім жетті, себебі мен өзім де осы бизнес бастауға ақша жасаймын деп келгем, бірақ ең басты нәрсе ол адамның ойында екен. Егер де шынымен де адамның ниеті, ойы жоғары дәрежеде болатын болса, ол сол дәрежеге міндетті түрде жетеді екен. Себебі мен өзім келген кезде де жаңағыдай 100 арман мақсатты жазамыз, тағы басқа нәрселер жасаймыз. Ойнап отырып айта салған нәрсем қазір шынымен өмірде сол нәрселер орындалып болып жатқан кезде мен өзім таң қаламын. Сол үшін тек қана жоғары дәрежеде ойлап, жоғары ниеттеріңіз жақсы болатын болса, сол ниетке міндетті түрде жетесіздер. Қайырлы кеш, құрметті сапалы қазақтықтар. Сіздерді барлықтарыңызды ең алдымен бүгінгі бітіру кештеріңізге аман есен өз ойларыңызды, жоталарыңызды, тауларыңызды тауып жеткендеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Енді бұны бітіру кеші деп атамаңыздар, бізде әр сайын осылай атаймыз. Бітіру кеші болған, сіздер 2 ай оқыдыңыздар бұл жерде. Қазір сапалы қазақ ұйымына мүше болдыңыздар, және де сапалы қазаққа қош келдіңіздер. Сіздерге бұл енді ең соңғы бітіру кеші деп қабылдамаңыздар бұл нәрсені. Бұдан кейін де алдағы уақытта ондықпен, өздеріңіздің группаластарыңызбен хабарласып, жолығып, бәріміз бір сапалы қазақтың ұйымымыз ғой. Әрқашан қайда көрсек те бір-бірімізге жанымыз ашып, нағыз сапалы қазақ ұйымын құрайық бәріміз. Екіншіден, енді бәрімізде болған бітіру кешінде тауымызға, жотамызға жеткендер болды, жетпегендер болды. Бірақ ең бастысы сіздерге бұл жерге келген кездегі ол беріліп жатқан білімді толық игеріп кету. Егер де сіздер беріліп жатқан білімді игерсеңіздер де, әлі ешқандай табысқа шықпасаңыздар да, ол бір мұңаятын жағдай емес. Сіздер өз өмірлеріңізді өзгерттіңіздер, өздеріңізде жаңа бір орта қалыптастырдыңыздар, қалай өмір сүру керектігін үйрендіңіздер, қаншама дос таптыңыздар. Өткенде де соңғы сабақ, СММ сабағында көріп жатыр, бәрінде бір-біріне бір қылмастық сезім пайда болады. Бүгін де сондай болып жатқан шығар сіздерде. Әлі көресіздер, 2 сағат, 3 сағат, сағат 12-нің 1-дің болған, қалай болған байқамай қаласыздар. Бізде алтын тағында айтатындығын, бір қылыққа себепті қой, сағат 5-ке дейін болатын деген сияқты. Аман есен бітіргендеріңіз құтты болсын. Сіздерге барлықтарыңызға енді өмірде табыс тілеймін. Бай, қуатты болайық. Айтады ғой, бай, қуатты болу деген тек ол қалтасының қалыңдығы емес, рухани байлық, деннің саулығы, содан кейін барып ол адамға материалдық байлық деп. Жалпы сіздерге сол бай, қуатты өмірді, сондай бай, қуатты өмірде өмір сүруіңізді тілектеспін. Өздеріңіздің істеп жатқан кәсіптеріңізде номер 1 болыңыздар, номері 1 болыңыздар. Бизнес бастаудың білім алған ең соң студентінің номер 1 деген атты бағыттеріңіз алып жүріңіздер. Кешеде біз Түркістанға барған мастер-класста байқап жатыр, біз әлі бизнес бастаудың 8 құралын айтпай тұрып, сапалы қазақ ұйымын айтқан кезде, бүгін таңертеңнен менің чатымға қанша адам жазып жатыр. Маған мені сапалы қазаққа қосыңызшы, мені сапалы қазаққа қосыңызшы, сапалы қазаққа чатын сілтемесін жіберіңізші маған деген қаншама жас буындар бізге өз ойын білдіріп жатыр. Бұл бізді қатты қуантты. Мені шынымды айтсам, мені қатты қуантты. Сол үшін де сіздерді сапалы қазаққа келгендеріңіз құтты болсын, әрқашан өмірлеріңізде табысты болыңыздар, жемісті болыңыздар. Сапалы қазақ чатта болыңыздар, бізбен үнемі контактіде болыңыздар. Сіздерге біз ары кетіп, бір артық кетіп, ұрысқан жеріміз, кемістік жеріміз болса, бақыттарыңызден кешірім сұраймыз. Осылай, ал егер де біреуіңіздің болсын өмірлеріңізге өзгертуге, бір білімді алуларыңызға, көздеріңізді ашуға, бір кішкентай қана, егер де біздің бір септігіміз тиіп жатса, бұл біз үшін өте үлкен мәртебе деп айтар едім. Енді мен сіздерге сен қазақсың деген бір қазақтың рухын көтеретін бір Күләш Ахметованың өлеңінен, бұл өте ұзақ өлең, бір 2 шумағын айтып берейін. Тыңдаңыздар, білетіндеріңіз болса бірге қосылып айтып отырыңыздар. Сен қазақсың, қазақ деген ұлт бөлек, қазақ салған соқпақ бөлек, жол бөлек, киіз үйі жер сияқты жұп-жұмыр, шаңырағы күн сияқты дөңгелек. Сен қазақсың, бір алланың құлысың, адам құл болғаны құрысын. Сойғын, соғыс, зұлматтарда қырылмай, аман қалған ұлттың сен ұлысың. Сол сияқты шынымен де басымыздан қаншама соғыс өтті, қаншама ашаршылық заман өтті, қаншама қазақ ұлттың ағартушыларын аттастан кез өтті. Сонда да аман қалған осындай ұлы ұлттың, қазақтың ұрпағымыз, сол ата-бабамыз беріп кеткен аманатты ары қарай сіз болып, біз болып, келер ұрпақ
жастарға насихаттап, сапалы қазақ болып, әрқашан күліп жайнап жүре берейік. Қайырлы кеш, құрметті студенттер. Құда қаласа бизнес бастауды бітіріп, алға мақсат қойып отырсыздар, мақсаттарыңызға жетіңіздер. Не дейміз? Мына сіздерден әрбір отбасыларыңызға сапалы ұл қыздар келе берсін. Әрқайсысы осы қазақ деген атымызды көкке шығарып, көрінбеген, жетпеген тауларымызға жете берейік. Мынау тек қана осы сіздердің біздің ұрпақтарымыз бізді жоғарыға шығарады. Біз соларға сенім артамыз. Құда қаласа, барлықтарыңыздың көптеріңізді қимай да отырмыз. Алға енді көп нәрсені үйреніп, керемет көп кетіп жатқандарыңыз ол белгілі. Ең главный мынау рухтарымыз өте жоғары, мотивацияларымыз зор. Сол себептен тек алға байлық, денсаулық. Сіздер былай ойлаңыздар да, осы біздің Шымкентте, жалпы Қазақстан облысында бизнес бастауға қатысқан адамдар қаншама, және қатыспаған адамдар мүлдем өте көп та. Сіздер бір қадым алда жүрміз сол қатыспаған адамдардан деген ой ойлаңыздар. Сіздер сапалы қазаққа келдіңіздер, демек олардан бір қадам немесе 5 қадам алда ойлайсыздар, алда өмір сүріп жүрсіздер. Сол жеңістеріңіз құтты болсын сіздердің. Бітіріп кеткен студенттермен жұмыс жасайды. Алдағы уақытта өткендегі жиналысымызда солай бекітілді. Сондықтан әрқашан ағамен байланыста болыңыздар. Рахмет сіздерге. Жақсылап сөйлескенсіз бабай. Әдел. Керемет тілек болды. Енді батал ел армас, батасыздар жарымас дейді. Енді қазір баталыға, сапалы қазақтар қадарын көбейтіп жатыр екен. Құдай қаласа көбейе берейік, кеңейе берейік, әр қазақ сапалы бола берсін. Енді сіздер бүгін мерекелеріңізге тамшыдай болса үлес қосып көңілдеріңізді көтеріп, баяғыда бір тойды қатты жақсы көретін адам айтқан екен, Құдайдың құтты күні той болса, арасында айт болып тұрса қойды. Соғса осындай әдемі әңгіменің арасы бір-екі ауыз әнмен жалғасақ деп, сіздер құрметтеріңізге Алмаз Қожа Мұзаппаров деген оңтүстіктің белгілі өнерпаз жігіт алдарыңызға келіп тұр. Енді сіздердің құрметтеріңізге бүгін кешегі Нартайдан қалған Сырнай мен қазақтың қара домбырасын үйлестіріп барынша көңілдеріңізді табуға тырысамыз. Бірақ бақая кеш бақаның өз ауа райына қарап бақылдайды, сіздер қалай қалдап, қалай қосылып, қалай қошеметтеп отырсаңыздар, біздің де шабысымыз сондай болады. Сондықтан бүгінгі кешке бір кісідей атсалысайық. Енді алғашқы әнді қазақтың халық әні дүние деген әннен бастағанды жөн көріп отырмыз. Бүгін бір жақсы демалыс болсын деп барында оралыңның ойына да күлдіп бірге шырқайып қабыл алып отырыңыздар.